Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы демографиялық саясат. Оқу мақсаты 8-4-1-6 демографиялық саясат ұғымын түсіндіре отырып, жекеленген дүниежүзі елдеріне қатысты демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады. Сабақтың мақсаты демографиялық саясат ұғымын түсіндіру, дүниежүзі елдеріне жүргізілетін демографиялық саясатын білу, демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсыну. Қалай ойлайсыз? Демографиялық саясат жүргізу қажеттілігі қандай ойдан туындады? Демографиялық саясатты жүргізбесе болмай ма? Оқушылардың жеке ойларын тыңдау. Қозғау сұрақтары арқылы оқушылардан жауап алу. Бірінші, демография сөзін қалай түсінесіздер? Саясат сөзін қалай түсінесіздер? Демографиялық саясат ұғымын қалай түсінесіздер? Оқушылар жауаптарын толықтыру. Демографиялық саясат экономикалық, әкімшілік, насихаттық іс-шаралар кешені. Олардың көмегімен мемлекет өзі қалаған бағытта тұрғындар санының өсуіне, құрылымына, қоныстануы мен сапасына әсер етеді. Балалар, бүгінгі сабаққа байланысты тапсырма орындаймыз. Бірінші тапсырма: демографиялық саясаттың тууды қолдайтын немесе тууға тыйым салу ретінде жүргізілетін іс-шараларды кестеге толтырыңыздар. Елдердегі демографиялық саясат екі типтен тұрады. Бірінші тип: жас жұбайларға уақытылы несиелер беру, әрбір бала дүниеге келгенде жәрдемақы беру сияқты. Екінші тип: отбасын құруға арналған ұлттық жоспар, некеге тұру жасы жоғары, тағы басқа сол сияқты. Балалар, келесі тапсырма мәтінмен жұмыс. Мемлекеттердің демографиялық жағдайын анықтап, жүргізілетін демографиялық саясат шараларын жіктеңіз. Балалар, бүгінгі алған білімдеріңе сүйене отырып, бекіту сұрақтарына жауап берейік. Бірінші, демографиялық саясат дегеніміз не? Екінші, халық санының ұдайы өсуі бірінші типін атаңыз. Үшінші, халық санының ұдайы өсуінің екінші типін атаңыз. Демографиялық саясат шараларын түсіндіріңіз. Балалар, бүгінгі алған сабақтан кері байланыс ретінде өз ойларыңды айта қойыңыздар. Бүгінгі сабақ мазмұны түсінікті ме? Не түсініксіз? Нені білгіңіз келеді? Мақсатымызға жеттік пе? Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.